Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз сіздермен қазір қимақ қағанатын қарастыратын боламыз. Ерте орта ғасырларға жататын мемлекеттің бірі тағы бұл қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты біз алдыңғы тақырыпта Оғыз мемлекетін және Қарлұқ қағанатын қарастырған болатынбыз. Ал бұл қимақ атты тайпа қай жерден келді? Бұл тайпа Қазақстанның қай бөлігін қоныстанды? Және бұл қимақтардың жалпы қоғамдық құрылысы қандай? Осы мәселеге толығырақ тоқталайық. Қимақтардың хронологиясы 9 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың басы. Қарап отырсаңыздар, құрметті оқушылар, қимақтар мен оғыздардың өмір сүрген уақыты бірдей. Яғни, оғыздар да қимақтарды 9 ғасырдың соңында құрылады, алайда қимақтар 11 ғасырдың басында құласа, ал оғыздар 11 ғасырдың ортасында құлайды. Яғни, өмір сүрген аралық уақыты, былайша айтқан кезде, бірдей болып келеді. Қимақтар мен оғыздарды біз тарихта кластас, құрдас мемлекет деп айтсақ болады. Қимақтардың тайпалық құрамы жөнінде Қытай дерегі бойынша қимақтар біздің заманымызға дейін өмір сүрген қимақтар. 7 ғасырдың басында қимақтар Монғолияның солтүстік батысын мекендеген. Яғни, құрметті оқушылар, бұл жерде бізде 7 ғасырдың басында қимақтар мекендеді деген сұрақ ұлттық бірыңғай тестілеудің базасында бар. Демек, Монғолияның солтүстік батысында мекендеген. Олар сонау түріктердің қоластында, одан кейін шығыс түрік қағанатының қоластында, және де оның орнына құрылған ұйғыр қағанатының қоластында болғандығын да болжап айтуға болады. 7 ғасырда Алтай мен Ертіс өңіріне қарай қимақтар жақындай бастайды. Қимақтардың құрамында парсы тарихшысы Гордезийдің айтуы бойынша 7 тайпа болды деп айтады. Яғни, қимақтардың құрамындағы тайпа саны 7, ол тайпалардың ішіндегі ең атақтылары мен мықтылары бұл имектер мен қыпшақтар деп айтады. Қимақ тайпалары 766-840 жылдары Батыс Алтай, Тарбағатай, Алакөл аумағына келіп қоныстанады. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оның құрамындағы біраз тайпалар Эймур, Баяндур, Татар, Ланиқас, Ажыларлар, Имек қыпшақтардың барлығы қимақ тайпаларының құрамына кіреді. Бұл жердегі қарап отырсаңыздар, құрметті оқушылар, Эймур, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы 7 тайпа қимақ мемлекетінің құрамына кіреді. Қимақ мемлекеті осы 7 тайпаның негізінде не істейді? Өзара мемлекет ретінде құрылады. Қимақтар ұйғыр қағанатының ыдырауымен батыс өңірге қарай, Қазақстанға қарай келіп қоныстана бастайды. Сөйтіп, қимақтардың Қазақстан аумағын алып жатқан өңірлері бұл Қазақстанның солтүстігі, шығысы және орталығы деп айтасыздар. Демек, Қазақстанның солтүстік, шығыс, орталық аймақтарын алу арқылы қимақ қағанаты өз мемлекетін 9 ғасырдың соңында құрады. Қимақ мемлекетінің орталығы бұл Имақия қаласы деп аталады. Ертіс өзенінің бойында, және екінші астанасы Алакөл жағасындағы Карантия қаласы. Жалпы қимақтардың Карантия қаласы туралы Әл-Идриси өз картасында көрсетіп кетеді. Екі астанасы бар қимақтардың, яғни Имақия және Карантия қаласы. Келесі қимақтардың, құрметті оқушылар, біз қоғамдық құрылысына тоқталайық. Қимақ мемлекетіндегі билеушінің лауазымы қаған деп аталады. Яғни, бұл жабғудан жоғарғы лауазым. Қағаннан 2 саты төмен тұрды, ябғулар тұрды. Яғни, қимақ мемлекетіндегі шонжарларға берілетін атақ ябғу және шат деген 2 лауазым бар. Ябғумен қатар шат деген лауазым бар, бұл қимақ шонжарларына берілетін лауазымдар. Бірнеше тайпа көсемдері имек байғу және қимақ ябғу деп аталады. Ал қимақтардағы жеке тайпа көсемі ол шат түтік деп аталады. Шат түтік жеке тайпа көсемі. Қимақ қоғамында ең жоғарғы лауазымды иеленгендер, яғни бұл әскери қызметкерлер. Ең мықтылары бұл әскери қызметкерлер, яғни жауынгерлер болды. Келесі, құрметті оқушылар, біз қимақтардың саяси жағдайына келіп тоқталайық. 9 ғасырда Тоғызқұздар жерінің бір бөлігін қол астына қаратқан қимақтар 10 ғасырда Шығыс Түркістандағы Жамлекес қаласын басып алады.
10 ғасырдың екінші жартысында қимақтардың жеріне Қарахан елі шабуыл жасап, Ертіс өңіріне дейін жетеді. Құрметті оқушылар, бізде ұлттық бірыңғай тестілеуде осы бір сұрақ келеді. Мәтіндік сұрақ ретінде. 10 ғасырдың екінші жартысында қимақтар еліне шабуыл жасады, бұл Қарахан мемлекеті. Яғни сыртқы жақтан төнген қауіпқа қимақ мемлекеті қарсы тұра білу керек, егер өз мемлекетін сақтап қалғысы келсе. Алайда сырттан төнген қауіптің салдарынан ішкі аумақтағы өзара тайпалар билік үшін қырқысып, соның нәтижесінде елде араздастық, елдің әлсіреуі байқалады. Қимақтардың жалпы әлсіреуіне алып келген бұл екі ішкі жағдай. Бірінші мәселе ол өз ішіндегі ішкі қайшылықтар. Қыпшақ тайпа көсемдерінің билік үшін талас тартысы бірінші себеп. Екінші себеп сыртқы қайшылық, яғни шығыстан батысқа қарай қоныс аудара бастаған түрік тайпаларының әсерінен дейміз. Шығыстан батысқа қарай қоныс аудара бастаған көптеген түрік тайпаларының қимақ аумағына келіп, оларға астыртын үстіртін, яғни шабуыл жасауы бұл қимақ мемлекетінің әсіреуіне алып келеді. Жалпы осы ішкі сыртқы саясаттың жалпы оқиғаның салдарынан қимақ мемлекеті әлсіреп, 11 ғасырдың басында қимақ мемлекеті Қыпшақ көсемдерінің қол астына өтеді. Сөйтіп, қимақ қағанатының орнына құрылған мемлекет Қыпшақ, ал оғыздарды жаулап алған мемлекет Қыпшақ. Демек, қыпшақтар қимақтардың орнына келді, ал қыпшақтар оғыздарды не істеді? Жаулап алды. Сөйтіп, оғыз бен қимақтардың жеріне өз үстемдігін орнатқан мемлекет бұл Қыпшақ мемлекеті. Сөйтіп, Қазақстанның көп бөлігін алып жатқан тарихта 11 ғасырдың басында құрылған мемлекет бұл әрине Қыпшақ мемлекеті дейміз. Олай болса, құрметті оқушылар, біз енді қимақтардың шаруашылығы мен мәдениетіне тоқталайық. Қимақтарда негізгі басым болған шаруашылық ол мал шаруашылығы дейміз. Дәл солай қимақтардың шаруашылығы туралы дерек қалдырған, тайпасы туралы дерек қалдырған парсы тарихшысы Гордизи болатын. Қимақ шаруалар өз мырзаларының малын бақты. Қысқа арна олар әрқайсысы өздерінің шама шарқына қарай қой, жылқы, сиыр етін сүрлеп алады. Яғни бұл жердегі қимақ шаруаларының өз мырзаларының малын баққандығы туралы айтқан парсы тарихшысы Гордизи. Қимақтардың 7 тайпа болатындығы туралы айтқанда осы парсы тарихшысы Гордизи дейміз. Қимақ қоғамында малсыздар жатаққа айналып, негізінен тары, бидай, арпа өсірген деп айтқан бұл Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқаридың да жалпы қимақтарының құрамында малы жоқ, дүние мүлкі жоқ топты жатақтар деп атайды Махмуд Қашқари. Келесі, қимақтарда жалпы айтқан кезде жазу болғандығы туралы олардың археологиялық зерттеулеріндегі табылған деректер бізге факты бола алады. Қимақтардың қамыс қаламмен жазылғандығы олардың археологиялық зираттардан табылған қола айнадағы жазулар дәлел бола алады. Демек, қимақтар 9-10 ғасырларда ежелгі түрік жазуымен жазғандығын көрсетеді. Демек, қимақтардың археологиялық қорымдарынан табылған қол айнадағы жазулар ол 9-10 ғасырлардағы ежелгі түрік жазуы деп көрсетеді. 10 ғасырда қимақ елінде тарай бастады ислам діні. Бізде, құрметті оқушылар, бұл ұлттық бірыңғай тестілеуде бар. Қимақ шонжарлары ислам дінін қабылдады 10 ғасырда. Оған дәлел ретінде қимақтың қағаны Жанақ атты билеушінің Ибн Хакан әл-Имақи атты жалпы есімді алуынан байқауға болады. Дәл осылай, құрметті оқушылар, біз қимақтар мен оғыздарды басып алған Қыпшақ мемлекетінің Қазақстанның ең көп бөлігін алу арқылы өз үстемдігін орнатқандығына соңғы рет тоқталып өттік. Келесі сабақта біз осы қыпшақтардың саяси тарихымен жалғастыратын боламыз.